Тақта көрініп тұр ғой, иә? иә көрініп тұр. Бізде бүгін шамаларды салыстыру болады. Шамаларды салыстыру дегенде, оның ішінде сіздерге 2 сан беріледі, 3 сан беріледі. Саламатсыз ба? Шырайлы ма есіміңіз қазір кірген? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Шырайлы ма есіміңіз? Аха, этот видео қоспай тұра түссем бола ма? Ноутбугымда проблема болып тұр еді видеомен. Иә, жарайды, болады. Тақырыпқа келдім. Тақырыпты айттым, шамаларды салыстыру. Осыған байланысты кішкене тақырып жайлы өтемін, жақсы ма? Сіздерге бұл жерде шамаларды салыстыру дегенге математиканың ішінен сандардың түрлері, яғни сандардың түрлері қандай сандар болады? Жұп сандар, тақ сандар деген сияқты сандардың түрлерін қарастырамыз. И проценттер, и жеңіл фигуралар бар ғой, которые квадрат, төртбұрыш, шеңбер, вот солардың ұзындықтары немесе периметрлар деген формула қажет. Енді кішкене біріншісіне тоқтайық, сандардың түрлеріне бізге қандай түрлері жиі қажет болады? Тақ сандар және жұп сандар қажет болуы мүмкін. Сандардың түрлері именно тағы және жұбы болуы мүмкін. Тақ және жұп деп екеуі бірге бөлінуі мүмкін, осындай түрі. Бізде сосын натурал сандар деген бар. Натурал сандар туралы ақпарат керек. Натурал сандар. Бүтін сандар. Және жай сандар мен құрама сандар. Тақ сандар мен жұп сандарды білетін жастар, иә? иә білеміз. Таққа 1, 3, 5, 7 деп екіге бөлінбеңдер. Жұп сіздерде екіге бөлінетіндер еді. Енді натурал сандар мен бүтін сандардың айырмашылығы неде? Бізде натурал сандар ол күнделікті санағанда ғана қолданатын сандар. Менде мысалға 2 кружкам бар. Қолымда 2 кружка ұстап отырмын ба, онда 2 кружка деп. Қолымда 1 ручка бар. Мен санағанда тек нақты бір тек оң сандармен санаймын. Мысалға мен біреуге қарыз болып қалсам, ақшамен қарыз болып қалдым ғой, 500 теңге қарыз болып қалдым. Менде қазір минус 500 теңге деп айтпаймын ғой. Я мен минуста кетіп қалдым на самом деле. Но мен айтқан уақытта просто 500 теңге қарызбын деп тек оң санмен айтылады. Демек натурал сандар дегеніміз тек қана оң болатын сандар и бүтін болу керек еще. Күнделікті өмірде қолданатын сандар санаған уақытта. Менде 1 ручка, жоқ, давайте нені алға болады тағы да? Жартыдан бумагаларды алсақ болады. Сіздерде 1 бумага болады. Немесе сіздер клочок бумаганы санаған уақытта бөлек-бөлек соларды бір штук, 2 штукпен санағандарыңыз бүкіл жатады. Но бүтін сандардың өзіне келетін болсақ, бүтін сандар деген сандар сіздерде кез келген сан, который бөлшек емес. Бөлшек деген бізде қандай да 0,7, 0,8 немесе 5-тен 4, 5-тен 4 деген сияқты. Осылардың бүкіл бізде бүтін емес сандар, бұлар бөлшек. Бөлшек емес болмайтын санның бүкіл сізде бүтін сандар. Оның ішінде теріс сандар да кіре береді. -5, -4, 3, 2 деген 100, миллион, -500, -400. Самое главное, бөлшегі жоқ па? Онда болды, бүтін сан. Ол теріс сан бола берсін, оң сан бола берсін, айырмашылық жоқ. Және жай сандар мен құрама сандар дегеніміз. Жай сандарға сіздерге бөлінетін сандар бар ғой. Мысалға, 10 деген сан неше санға бөлінеді? 1-ге бөлінеді. 10-ды 2-ге бөле аламын, 10-ды 5-ге бөле аламын, 10-ды 10-ға бөле аламын, мен 4 санға бөле аламын. Жаңағы 1, 2, 4, 1, 2, 5, 10-ның өзіне. Демек ол бізде құрама санға кіреді. Демек оның бөлінетін сандары 2-ден көп болып кетсе, жаңағындай менде түрде шықты. Бөлінетін сандары 2-ден көп болса, ол сіздерде құрама сан болады. Оның қатарына 4 жатады, 6 жатады, 10 жатады, жаңағы мен айтқан 9 сайынан кете береді. Ал жай сандар дегеніміз, ол өзіне ғана және 1-ге ғана бөлінетін сандар. Мысалға, 1, жоқ, 1-де ешқайсысын жазғызбаймыз. 2, 3, 5, 7,
11. Осы сандарды өздеріңізге алып көрсеңіздер болады. Калькулятормен бөліп көрсеңіздер де болады. Тек өздеріне ғана және бірге ғана бөлінеді. Бұны қазір 2-ке, 3-ке деген бөліп көретін болсаңыздар, несі болады, бөлшекпен шығып кетеді. Сондықтан тек өздеріне және бірге ғана бөлінеді бұлар. Жай сандар болады. Енді бұларға байланысты сіздерде қандай есеп келуі мүмкін? Есептің шартында айтады, екі бағанды салыстырыңыз деп сіздерге екі баған былай беріліп қояды. Мынау А бағаны, мынау В бағаны. Айтады, -8-ден 3-ке дейінгі аралықтағы натурал сандардың қосындысы бірінші баған, екінші бағанда айтады. -4-тен 6-ға дейінгі аралықтағы бүтін сандарды сұрасын. Бүтін сандарды сұрайды. Қосындысы. Варианттар беріледі. Бірінші вариантымыз бізде А варианты, В варианты, С варианты, Д варианты, 4 вариант беріледі. А вариантын сіздерде айтуы мүмкін. А үлкен В-дан деп. Яғни мынау бірінші бағаның астындағысы, мына екіншіден шығатын сандар үлкен дейді. Екінші вариант А кіші В-дан, үшінші вариант екеуі де тең деуі мүмкін. Немесе ақпарат жеткіліксіз. Ақпарат жеткіліксіз деуі мүмкін. Жеткіліксіз. Осыған келейікші енді. Жеке-жеке. А баған және В бағанына тоқталайық. А бағанда -8 пен 3-тің арасы натурал сандардың қосындысы дейді. Қандай натурал сандар бар осы аралықта? -8 пен 3-тің. Барлығын айтып шығу керек па? Барлық натурал санды. Именно натуралы керек. Бүтін сандар дедіңіз, натурал. Натурал күнделікті өмірде қолданылатын теріс емес оң сан. 1, 2, 3. 1, 2. Давайте жақшаның түріне қарайық. Егер бізде еске түсірейік, жақшаның екі түрі бар еді, мынандай жақша бар. Жақша. Егер бізде кәдімгі жақша тұрса, 3-тің өзі кіре ме осы аралыққа? Кірмейді. Или кіре ме? Сондықтан мен 3-ті алмай-ақ қоямын, потому что бұл аралыққа кірмейді. Егер тең жақша тұрса, ғана 3 кіруші еді. Енді -4 пен 6-ның арасындағы барлық бүтін сандарды қосып шық дейді. -4-тен барлығы болады ғой 6-ға дейін. -4, -3, -2, -1, 0. Мына жаққа 1, 2, 3, 4, 5, 6 деген сандар бар. Енді қазір бүкіл қосқан уақытта менде сандар бар, которые бір-бірімен жойылып кететін. Қандай сандар бар? -4 пен 4, -3 пен 3, -2 пен 2. Себебі 2 деген 2-ні азайтып жіберсем, қазір 0 болып кетеді. Сондықтан бұлар жойылып кетеді. Сонда менде соңында қалады 5 пен 6 ғана. Бұл бізде нешке тең қосындысы? 11-ге. Болады. Біріншісінде А бағанды бізде 1 мен 2-ның қосындысы 3-ке тең болатын болды. Енді варианттарға келеміз. Бізде А мен В-ны нақты өзіміз тауып алдық. А бізде 3 шықты, В бізде 11 шықты. Сондықтан варианттарды қараймыз. А үлкен В-дан дейді. Бізде 3 11-ден үлкен болмайды, бұл вариант керек емес. Ақпарат жеткіліксіз тоже керек емес. Бізде негізі көбіне есеп шығара алмаған уақытта осыны таңдай саласың деп осын беріп қояды. На самом деле ақпарат жеткілікті болып тұрады көп жағдайда. 99% жағдайда всегда ақпарат жеткілікті сіздерде. Енді А тең В-ға дейді. Екеуі бізде бір-біріне тең емес. Сондықтан 11 үлкен 3-тен деген, В үлкен А-дан деген вариант таңдалады. Қазір сіздер осыған байланысты өздеріңіз шығарасыздар, мына жерде вариантты есептер тұр. Бірақ одан алдын тағы бір тақырып өтіп кетейін. Бізде процент деген тақырып бар еді. Мысалға, какой-то бір санның проценті осы жиі кездеседі сіздерде. Қандай сан болсақ болады? 100 деген жоқ, 100 оңай болады. 90 деген санның 90 санының 15%-ін тап дейді. 15%-і керек бізге. Бізде процент табу үшін сіздер не істейсіздер? Азайтамыз. Нешеден нешені?
90 бөлеміз, 90-ды 15-ке бөлеміз, а? Примерно, иә. Но мектеп кезінде былайынан пропорция құратынсыздар. 90 ол бізде 100%, оның 15%-ін табайық, x деп пропорция құрып отырасыздар. Но можете осы способпен келуге, ностальгияға алып еске түсіріп шығарам десеңіздер болады. Но егер именно мынанша процентін тап десе, просто сол санды аласыздар да, 15% қой. Бізге процент емес кезі керек, сондықтан мынаны 100%-ке бөлесіздер. Всегда осы күйінде сіздерде не болады? Калькулятор болады. ТГО тапсырған, вообще магистратура тест тапсырғанда калькулятор болады. Сол кезде аласыздар. 90-ның 15%-ін сұрады ма? 90 көбейту 0,115 деп аласыздар. Процент керек емес. Себебі мына жерде қазір процент пен процент қысқарады. 90 көбейтілген, 15-ті 100-ге бөлсеңіздер, сіздер 0,15. Яғни мен сіздерге не көрсеткім келді? Егер какой-то бір санның процентін тап десе, 15 болсын, 20 болсын, мысалға 20%-ін тап десе 90 көбейтілген 0,1. Негізі 20 деп жазылу қажет, но бізде үтірден кейінгі санның соңында 0 қажет емес еді ғой. Сондықтан можете просто 0,2 деп алып. Но 20 деп алсаңыздар да қате емес. Давайте сіздер 20 деп алып жүре берейік. Калькулятор бәрібір бізге дұрыс жауабын шығарып береді. 0,20% керек. Ол сайынан көбейте саласыздар. Немесе 85 деген санның 12%-ін тап деуі мүмкін. 0,12 дей саласыздар. 98 деген санның, немесе 190 деген санның бізге тек қана 22% керек болатын болса, 0,22. Яғни сіздерге берілген санға, какой-то бір сан беріледі, көбейтесіздер, міндетті түрде көбейтесіздер, процентті 0-100-ге бөлінген жағдай, яғни үтірмен жазасыздар. Жақсы ма? Егер мына жерде мен қазір 2 таңбалы проценттерді ғана сұрадым ғой. Егер менен 5%-ті сұрайтын болса, 0,05 деп жазылушы еді. Себебі 100-ге бөлген уақытта 100-ге бөліп жатыр ғой. Үтірден кейін міндетті түрде 2 сан тұру қажет. 5% сұраса, онда 5-тің алдына 0-ді қоямыз. 7% сұраса 0,07. 6% сұраса 0,06. Ой. Осылай есептенеді. Мысалға бір сандікін табайықшы дәл қазір. 110 санының 8% керек болсын. 0,08. Осын көбейтеміз. Калькуляторға саламыз. Мен қазір калькуляторға салсам сіздерге көрінемін екен нормасы. Калькулятор ашқан көрінді ма сіздерге? Жоқ, көрінбеді. Неге? Енді көрді. Сіздерде примерно осылай калькулятор ашылады, ертең тығу кезінде. 110 деген санды аласыздар, көбейте саласыздар. 0, үтір, 0. Ой, үтір жазылды ма? 0, 8 дейсіздер. Потом теңде шыққанса 8,8 екен. Просто 8,8 деп аласыздар. Экзамен уақытында сұрақ қойсам бола ма? Экзамен уақытында калькулятор қолдануға бола ма сонда? Калькулятор, сіздердің өздеріңіз калькулятор алып кірмейсіздер. Мына ноутбуктың өзінде калькулятор болады. Сол жерде компьютердің өзінде калькулятор болады. Сіздер экзаменға кірген уақытта менде мынау PowerPoint-тың сол жақ бетінде мына жерде бірінші страницалар тұр ғой. Тура осындай жерлерінде сіздерде сол жерде калькулятор таңдауға болады, уақытын қарауға, немесе келесі пәнге ауысу деген сияқты жерлер тұрады. Қателеспесем, Менделеев кестесі тоже бар или жоқ па еді? Оны ұмытып қалдым, маған керек емес болған соң оған мән бермеген мен. Но калькулятор иә болады. Сол жерде тұрады. Түсінікті. Процент табу сайынан болады. Қазір есеп шығару барысында өзіңіз қолданасыздар. Есепке келейікші. Бізде менде варианттар бар, сол вариант нұсқалардың ішінен мен осы тақырыпқа, яғни шамалар салыстыру тақырыбына есептер алдым. Мына жерде 4-ші есеп болып келген екен. Айтады, А шамасы -4 пен 3-тің арасындағы натурал сандардың қосындысы, ал В шамасы -5 пен 6-ның бүтін сандардың қосындысы дейді.
Tauып көрейік. Так, минус 4 пен 3-тің арасынан натурал сандар. 1, 2. 1, 2. 1 мен 2-нің қосындысы тең 3. В. Бүтін Барлығы сандардың минус 5-тен 6-ға дейін. 6-ға дейінгі бүкіл бүтін сандар. Минус 4, минус 3, минус 2, минус 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Но енді қазір бізде бірдей таңбалар қосқан уақытта мына жерде неше мен неше? Минус 4 пенен плюс 4, 1 қалады. 3, минус 2 мен 2, минус 1 мен 1. 0 маңызды емес, бізде қалды 0 және сонда екеуін қосып жүрсек 5 қана шығады екен. Демек бізде уже жауап А3, В5 екенін тауып алдық та, варианттың ішінен дұрысы бізде Да. екен. Болды. Осылайынан естіп саласыздар. На самом деле, егер осылайынан сразу қандай сан екенін біліп тұрсыздар ғой, сразу жазсаңыздар, 1 минутқа да жетпейтін уақыттың ішінде шығарып үлгересіздер. 1 минут кетпейді. Мына жерде санмен жұмыс жасаймыз. Айтады, дүкендегі әртүрлі кітаптардың бағасы төмендегі кестеде берілген кітаптардың бағасына. кетіп отыр деймін осы. Ау? А? Сөзіңіз естілмеді. Кажется, қосылып кетті микрофон, ладно. 15-те кітаптардың бағасынан құралған өрнекті салыстырыңыздар дейді. Бүкілін алып тексеріп отырасыздар. Көрдіңіздер ме? Себебі нақты бір А бағамен, В бағамен мынандай жұмыс жаса деп отқан жоқ. Мына жердегі өрнектерді салыстырыңыздар дейді. Мына жерде өзі бір өрнек, мынау бір өрнек, мынау бір өрнек, мынау бір өрнек, мынау басқа өрнек болып тұр. Сіздер аласыздар, соларды салыстырасыздар. Мына жерде А-ны салыстырайын, А қосылысы үлкен Д-дан дейді. Мен А мен С-ны қосам. 1200 қосылған 1400 тең 2600. Осы үлкен Д-дан дейді. Д бізде 3200. Мынау 3200-ден үлкен бе? Үлкен емес. Сондықтан керек емес дейсіздер. Келесі В бағаны. А, В, С үшеуін қосып жүресіздер. 1200-ге 800-ді қосасыздар 2000, 2000-ға 1400-ді қосасыздар. Неше? 3400 болады. Осы бізде үлкен бе 3200-ден? Иә, үлкен. Осы бізде дұрыс жауабы болады. Жоқ. Артынан неге шығармай қойсаңыздар болады. Но маған нақты бір уверенность керек деп арғарды тексеріп көрсеңіздер де болады. Өз қалауларыңызда. Мынаны қараңыздар. С уже автомат түрде көрініп тұр. Қараңыздар. А, В, С осы үшеуін қоссаң Д-ға тең болады дейді. Бізде тең болған жоқ қой. Сондықтан мынау сразу дұрыс емес деп есептесеңіздер болады. Д мен Е-ні тексереміз бе, тексермей ақ қойсақ болады ма? Қалай қарайсыздар? 3А деген 1200-ді 3-ке көбейткен сондай ма? Иә, 3А ол бізде 3 көбейту 1200 тең 3600 болады. Осы 3600-ге қосайық С-ны дейді. 3600-ге С-ны қосатын болсақ, 10400 болады. 4000 и 5000 шығар, иә? А, Е вариантында бірінші плюс, потом минус темнет деген болушы еді ғой, немесе бірінші плюс, наоборот, минус. Бірінші плюс, сосын Қосу, егер қосу мен азайту келетін болса, қосу мен азайту по очереди орындала береді. Кім бірінші тұрады, сол кете береді. Бұл жерде Жақтау кезінде емес пе, иә? Иә, живой очередь қой. Кім бірінші тұр, сол кете береді плюс-минус кезінде. Ал егер көбейту мен бөлу келсе, қосу, азайту, солар бүкілі бар ма? Онда именно көбейту мен бөлудің приоритеті жоғарырақ. Именно осы екеуінің ішінен де талдау жасайтын болсаңыздар, кім бірінші тұр, сол. Көбейту мен бөлу бірінші орында, ал қосу мен азайту екінші орында. Мына екеуі қатар келіп қалса, кім бірінші? Мына екеуі қатар келіп қалса, кім бірінші? Сол ғой. Солай шығарыздар. Так. Бізде бөлшекке жаңа мән берілмей кетті ғой. Бөлшекті көбейтуге келейік.
көбейту, қосу, азайту, бөлу кезінде ең оңай сіздерде көбейту мен бөлу. Неге? Себебі көбейту кезінде сіздерде мысалы 5-тен 3 көбейтілген 2-ден 1 деп берілсе, именно көбейту кезінде тұспа-тұс көбейтер саластыр. 10-нан 3 шығады деп. 5 пен 2 көбейтіп, 3 пен 1-ді көбейтіп, 10-нан 3. Егер бөлу келетін болса, мынаны жазып алсаңыздар өздеріңіз, егер ұмытып қалған болсаңыздар. Егер бөлу келетін болса, 5-тен Это бос емес пе? Әлі бос емес пе? 5-тен 3-ті 2-ден 1-ге бөлетін болса, Жоқ, одан ама қойшы. Пожалуйста, там. Реально айтайын, бос емес пе? Ерсұлтан, сіздің микрофоныңыз қосық тұр. Осыдан кейін боспын. Жоқ, одан емес, тамам, басқа. Бөлу. Бөлу келетін болса, сіздерде 5-тен 3-ті көбейтуге қылып айналдырып жібересіздер. Көбейтуден кейінгі тұрған сан орындар ауыспай түседі 2-ден 1 деп. 2 бөлу 1 деп. Яғни, бөлшектерді бөлу келетін болса, бөлу міндетті түрде көбейтуге айналу керек, себебі сіздер бөле алмайсыздар. Ана жерде калькулятормен тұрып, 3-ті 1-ге, 5-ті 2-ге бөліп жіберіп, оны тағы бөліп жіберсеңіздер, қате болады. Себебі именно бөлшектер келген уақытта сіздерде бөлу амалы орындалмайды. Сондықтан бөлуді көбейтуге айналдырып жіберетін едіңіздер. Көбейтуге айналды ма? Көбейтуге келген екен, тура қайттан осы әдіспенен 5-ге 1-ді көбейтіп жіберем 5, 3-ге 2-ні көбейтіп жіберем 6. Осылайынан жауап шығады. Кешіріңіз, мысалы, кешіріңіз, біз жазып үлгермегенде осы сіздің жазған мысалдарыңызды потом неден группадан алса бола ма, қарап жібере Мен аласыз сіздерге ба? осы презентация күйінде тоже жіберем. Қазір Аха. запись жасап жатырмыз. Бастапқы 45 минут, мына Zoom қазір 45 минуттан кейін өшіп қалады. Соған дейгілерді запись жасап жатырмын, ютубқа шығарам. Ссылкасын тоже жіберем. Жақсы ма? Жақсы, рахмет. Сразу ескертіп қоя салайын, қазір 45 минутта сразу бізді автомат шығарып жібереді да, мен сіздерде сол кезде Google Meet'нің ссылкасын жіберем. Жарай ма? Жақсы. Сол кезде шығып кетіп қалмаңыздар. 8-ші есеп. Мына бағандарды салыстырамыз. А бағаны автомат түрде. Осыны есептер рахат, беріп қойып, тек біреуін ғана есептейсіздер. Мына жақты есептеуге қажетсіздер. Но есептеудің де қажеті жоқ. Себебі бізде біре сан минуспен беріліп, бір сан плюспен беріліп. Бізде қазір минусқа плюсті көбейтсек не шығушы еді? Минусқа плюсті көбейтетін болсақ, именно көбейту кезінде бізде минус сан шығады. Ал бізде 4 деген сан, ол плюс сан. Значит, бұл жерде даже салыстырудың қажет жоқ. Оң жақта В бағанды автомат түрде минус сан, теріс сан шығайын деп жатыр. Сондықтан ол бізде 4-тен всегда не болады? Былайынан болады сіздерде. Минус сан бізде всегда оң саннан даже 0-ден де кіші. Минус 1 берілді ма, ол 0-ден де кіші. Минус сандар кіші болғандықтан бізде А шамасы үлкен болады. А шамасы үлкен. Осылайынан ғана белгі ала салыстыр. Минус 20-дан 5 бола ма сонда? Сөйтіп шыға Мынаны ма? көбейтуді орындасақ, минус үсті 20, асты 6. Егер көбейтіп көрем десеңіздер, осылай болады. Минус 20 бөлінген 6. Бірақ егер Минус шынымен алынбайды осы кезде. жоқ, минустан шығады алдында. Но көбейту кезінде минусқа мән бермейсіздер. Ол соңында потом плюсқа минусты көбейттім ғой, значит минус қоям деп алдына минус қойып жібересіздер. Бірақ давайте мынау минуссыз берілсін деп салыстырайықшы, мына плюс күйінде берілсін, плюс саны келсін. Сіздер мынау бөлшек күйінде тұр салыстыра алмай жатсыздар. Мынау сіздерде бүтін сан 4 деген сан біліп тұрсыздар ғой, 4 нақты қандай сан екен. Но 20 бөлінген 6-ны білмей жатсыздар. Калькуляторды ашасыздар. Бізге керегі не? 20 бөлу 6 еді. 3,333 деген сан шықты. Мынау 3,333 деп кете берді. 4-тен кіші. Яғни шынымен шығарып көрем деген күннің өзінде минустан берілмеді, подсказка жоқ. 3,3 деген сан шықты, ол бәрі бізде 4-тен кіші екен. Онда біз дұрыс белгілеп, біз А шамасы үлкен деп. Осылайынан алсаңыздар болады. Тура осылай, но енді бөлумен ешқандай минус деген подсказка жоқ. Өздеріңіз шығарып көріңіздер, и дұрыс жауабын маған айтасыздар. 2 минут уақыт.
Б шамасы үлкен деген шықты. H B шамасы үлкен. D вариант. Б шамасы үлкен, Д варианты ма? Жарайды. А бағанның жауабы бізде не шықты? 0,132. 5-тен 2 деп алдыңыздар. 2 мен 2 жарайды. 25-те 2-ге көбейтсем 50, 10, 1 бөлінген 5, 0,2 шықты, иә? 25-ті 5-ке көбейтпей ме? Жоқ, бізде не беріліп тұр? Мына жерде бөлі беріліп тұр, иә? Онда Мен оны көбейтуге айналдырамыз. көбейтуге айналдырсам, 5 пен 2-ның орны ауысып кетеді. Ауыса ма? Иә. Сонда бөлу кезінде ғана ауысады. Жақсы ма? Бөлу кезінде көбейтуге қол үшін Только бір бағыт қана ауыса ма сондай? Иә, мына бөлу тұр ғой. Именно бөлуді біз өзгертіп отырық қой көбейту. Сондықтан онда осыдан кейінгісі ғана өзгереді. Осыдан кейінгі тұрған мына бөлшек қана өзгереді. Мен ана 0 мен 0-ды қысқарту керек екенін білмедім. Менде 50-де 10-да 50 шықты да. Сонымен 0 мен 0-ды қысқартпадым. Ол барлық жерде бүкіл 0-дар қысқарыла ма? Если басқа сан болса да, если бірдей болатын болса. Иә, қысқарылады. Но давайте сіздерге осылай шықты ма? Бөлініп тұр ғой. Мен осылай. Аха. Калькуляторды аша саласыздар да 10 бөлінген 50. Болды. 0,2-ге осылайдан шықты. Түсінді. Қысқартуға уақыт қойыңыздар. Просто менде автомат қысқартып кете береді кейде. Солай жазып қойған ба мен. Қысқартуға уақыт қоймаңыздар. Осылайдан бөлінетін сан шықты ма? Бөлу керек па? Бөліп жүресіздер. Так. Сіздер даже былай жасай салсаңыздар болады. Сіздерде калькулятор болады ғой. Бөлу, көбейтуді ұмытып қалдыңыздар ма? Мысалға, мен бөлу қылып алайыншы осыны. Мына бөлумен беріліп тұр ғой. Бірінші бөлшекте не деп тұр бізде? Бірінші бөлшекте 2 бөлінген 25 деп тұр. Иә? Мен осыны алып аласыздар. 0,08. Осыны жазып аласыздар. 0,08-ді бөлу керек біз. Қазір ананы тауып алайын. 2 бөлінген 5-ке. 0,04-ке. Ой, 0,4-ке. Бізде калькулятормен бөлінеді ғой. Осыны тағы калькулятормен бөліп ала саласыздар. 0,08 бөлесіздер. 0,4-ке. 0,2 шығыпты. Значит, бөлшекпен жұмыс жасау ұмытып қалдыңыздар ма? Проблема жоқ. Просто аласыздар, калькулятормен деп кете бересіздер. Бізде модуль деген нәрсе естеріңізде ме? Модуль деген ішінде бізде всегда қандай сандар шығушы еді? Мысалы, -5 тұрып қалсын, -3 тұрып қалсын. Мынау сіздерде кәдімгі жақша сияқты рөлді ойнайды модуль деген нәрсе. Тік жақша тұр ма? Кәдімгі жақша сияқты нәрсе, но ішінен, именно егер модульдан шығаратын болсаңыздар, ол всегда плюс санмен шығады. -5 тұрып қалды ма? +5 шығады. -3 шығып қалды ма? 3 шығады. Ішінде 3 түрмеді, өзі и так плюс сан, ол барып сол плюс сан күйінде шығады. 3 шығады. Sonra солай жұмыс жасаймыз. Мына жерде А бағанын мен көрсетейін. -2, -6, -4 дедік. Бізде шығарушы модульдің ішіне бір ақ сан тұру керек. Сондықтан мына екеуін қосып жібереміз. -2, -6 деген нәрсе екеуінің таңбасы екі түрлі болса, сіздер қосасыздар, но сол таңбаны қоятын едіңіздер. Мысалға, мен 200 теңге қарыз болып қалдым. Сосын келіп тағы біреуіңізден тағы 400 теңге, 600 теңге қарыз алсам, мен 200 теңге қарызға, и так біреуіңізге қарыз едім, келіп тағы екінші адамнан тағы 600 теңге қарызға алып қалдым. Менің жалпы қарызым қанша? 800 теңге. Мынау мен минусқа кетіп жатырмын, ары қарата одан бетер минусқа кетіп жатырмын. Сондықтан на самом деле екеуі де минус болғанымен екеуі қосылады, но сол минусы көрсетіледі. Мен одан бетер қарызға батып жатырмын, потому что мен қайтадан алып жатырмын, ол қарыз минусқа кетіп жатырмын. Екеуі де минус қарыз. Сен жалпы қанша қарызсың десе, мен аналарды бір-біріне аңсатып жүрмеймін ғой. Жалпы қарыздарымды аламын қосам, менде шыққан сан мен осынша қарызбын деп айтамын. Мына жер тура солай. -2 мен -6 екеуін қоса саламын да 8 шықты. Но минусы менен бұл модульдің ішінде тұрады. -4 дейсіздер. Модульдің ішінен
Всегда плюстан шығады. 8 азайту 4. 8-ден 4 азайтсақ, бізде 4 шығады. Мынау асы. А бағаны, В бағаны және С бағаны маған есептеп айта салыңыздар, мен жауабын жазамын деймін. 11. Оя 11 И 5. и 5. В шамасы үлкен. С бізде 3 па? 5. 6. Ой, 3 иә, 3. 3, иә. Аха. А бізде 4, В 11, 3. Ответ В. Иә, В В екен. шамасы. В шамасы ана екеуінен де үлкен болды. Бағанды салыстырыңыздар дейді. Процент табуға байланысты жаңағы. Өздеріңіз тауып көресіздер, иә? Калькулятормен есептеп көріңіздер. И жауабын белгілейміз. А бағаны табу үшін 240-ты неге көбейте салам? 0 бүтір 20% сұрап тұр ма? 20-ға. Тең. В бағаны табу үшін 189 көбейте саласыздар. 0 бүтір 25-ке. А шамасы үлкен бұдан. Ада неше шықты? 48. 48. Вада? 45. 45. Значит, бізде А шамасы үлкенірек екен. Түбір. Кеттік. Түбірдің ішінен шығатын сандарды естеріңізде ме? Примерно білесіздер, 49 бізде 7-нің квадраты, 25 5-тің квадраты, 36 6-нің квадраты деген сияқты квадраттар бар еді. Но егер ана жерде калькуляторде болуы да мүмкін, болмауы да мүмкін, ұмытып қалдым бар ғой, ол жерде түбір бар ма, жоқ па? Егер түбір жоқ болатын болса, сіздер не істейсіздер? Можете просто мына 4 деген санды түбірдің ішіне кіргізсеңіздер, себебі сіздер 49-дан неше шығатынын білмей тұрсыздар, уже ұмытып қалдыңыздар, қандай санның квадрат екенін білмей тұрсыздар. Онда 4-ті түбірдің ішіне кіргізсеңіздер болады. Бұл бірінші вариант. Бірақ егер ана жерде түбір деген нәрсе бар болса, лучше шығара салыңыздар мына түбірдің астынан. Бірақ оны кіргізген уақытта енді қалай кіргіземіз? А тең түбірдің ішінде өзі 49 етақта тұр еді. Мына көбейтуді ғой арасында. Көбейтеміз. 4 кірген уақытта түбірге квадратталып кіріп кіреді. 4-тің квадраты бізде неше? 4 16. 16. Осыдан 16 болып кіре салады. 49 бен 16-ны сіздер калькулятормен алып есептей аласыздар ғой. 49 көбейту 16 деп. 49 көбейту 16. 784. 784. Бірақ егер осылайынан біреуін кіргіздіңіздер ме, онда В-ны да осы әдіспен, С-ны да осы әдіспен до конца шығаруға жетесіздер. Жоқ, мен түбірден шығаралым десеңіздер, шығарыңыздар. Тіптен жақсы. Олай легче болады есептеген. А тең, В тең, С тең. Мына жерде 4 көбейтілген 49-да неше шығып жатыр бізде? 7 бола ма? Иә, бола ма? Жауабы С? Жауабы Б бола ма? Б. Б білмедім. Қазір көрейік. Мен әлі есептемедім до конца. В бағаны 7 көбейту 5, С бағаны 5 көбейту 6 болып жатыр. Мына жер бізде 30, 35, 28. 35 ең үлкен екен, В шамасы астынан үлкен, иә. Жауабы В болады. Дұрыс айттыңыз. Осы әдіспен осылайынан келеді. Мен мына ләкасын шығарып көрсетейін, иә. Керек болатын болса, әдісі былайынан болады. 25 осы күйінде қалып, көбейтілген, ішінде 49-ға көбейтіліпті. Мына жерде 36 бар еді. 36 көбейтілінеді 25-ке. Осылайынан до конца көбейтілістіріңіздер болады. Так. Немесе ішінен ақ көрініп тұр ғой, былайынан қарасаңыздар болады. Мына екеуінде де 25 бар. 25 бар. Ал екіншісі мынанікі 49, мынанікі 36. Онда В әзірше үлкен С-дан болып тұр. Енді А мен В-ны салыстыратын болып. А мен С-ны
а мен в-ны салыстыра а мен в-ны салыстырсақ, мынада да 49, мынада да 49, но а-да 16, в-да 25 екіншісі. А бізде в-дан кіші болып тұр. В а-дан да үлкен болып кетті. Тура осылай елестеп, но енді бізде а мен с-ның қайсысы үлкен екенін табу қажет қой. Қажет емес екен ғой. Бізде в самасы мынадан да үлкен екені шықты ма, онда в вариант деп осыны қалдыра салыстырып. Немесе калькулятормен до конца есептестерін үшін жақсы ма? Неден түбірастан шығарғанда қай сан өз өзіне көбейткенде шығады дегенді немен ұстанамыз ғой ережені, иә? Например, 7-ні 7-ге көбейтсең 49 или 5-ті 5-ге көбейтсең 25 деген сияқты, иә? Шақар, рахмет. Көбейту кестесіндегі бірдей сандар. Тура солайынан, давайте 1 минут уақыттың ішінде үлгерейік. Есептеп. А бағаны үлкен Б мен С-дан дұрыс па? Қазір. Бүкіліңізде осылай шықты ма? Жауап А бола ма? Жауап А болады. Солай шықты. Тағы біреуін іздеймін. И кім жауабын айтпады? Менде де солай шықты. Все. А шамасы бізде ең үлкен екен, В С-дан да үлкен. Қазір біз осыны жалғастырамыз, но Google Meet арқылы ссылка жіберемін, жақсы ма? Қазір Zoom уже 1 минутқа жетпей бізді шығарып жібереді.